Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі өндірістік оқытудан сабағымыздың тақырыбы тігін цехында құрал жабдықтарға қойылатын қауіпсіздік талаптары. Сабағымыздың мақсаты тігін цехында құрал жабдықтарға қойылатын қауіпсіздік талаптарымен таныстыру. Күтілетін нәтиже: тігін цехында қауіпсіздік ережелерін сақтау, бағалау критерийлері: тігін пішу цехтарының жабдықтарына, ылғалды жылу өңдеу жабдықтарына қойылатын қауіпсіздік талаптарын білу, тігін жабдықтарының арнайы қорғау құрылғылармен және қондырғылармен жабдықталуын көрсету. Дескрипторлар: тігін пішу, ылғалды жылу өңдеу жабдықтарының қауіпті аймақтарын біледі, техникалық шарттарды сақтай отырып жаттығу орындайды, қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайларды дұрыс көрсетеді. Сіздердің назарларыңызда тігін цехының жабдықтары, құрал-саймандары, аспаптары көрсетілген. Осы жабдықтармен, құрал-саймандармен бізде жұмыс істеуде қауіпті фактор қолдың жарақаты, күйік, электр тоғымен зақымдану және өрт. Тігін цехының жабдықтарына қойылатын қауіпсіздік талаптары: алдарыңызда сырып тігетін машина. Сырып тігетін машинаның қауіпті аймағы бізде ине. Осы қолды тесіп кетпеу мақсатында табан механизмі осындай сақтандырғышпен жабдықталуы керек. Жіп тартқыштар механизмі қапсырма осындай скобамен жабдықталуы керек. Ал келесі бізде өндірістік машиналардың стөлінің беті, платформасының беті жылтыр тегіс материалдан дайындалуы керек. Себебі өткіржектер пайда болса, қолдың жарақаты болуы мүмкін, немесе де тігетін бұйымымыздың жіптері, талшықтары ілініп, бұйым құртылуы мүмкін. Ал енді бізде түйме қадайтын, ілмек қадайтын, ілгіш қадайтын жартылай автомат машиналарында ине сынықтарынан, түйме сынықтарынан сақтайтын мөлдір экранмен жабдықталуы тиіс. Өндірістік машиналардың табандары резеңке табандықтармен жабдықталуы керек. Бұл жұмыс кезінде дірілді азайту мақсатында. Педаль резеңке кілемшемен жабдықталуы керек. Себебі тоқты резеңке нашар өткізеді. Ал торлау машиналарының ілмек механизмдері осындай алынып салынатын қайырмалы қаптамалармен қоршалуы керек. Ал ине механизмі бітеу немесе мөлдір экранмен жабылуы қажет. Келесі бізде пішу цехының жабдықтары. Пішу цехының жабдықтары автоматты түрде пішетін, сол жақтағы автоматты түрде пішетін машина, тік пышақты машина және таспалы пішетін машина. Автоматты түрде пішетін машинаның шанды өзі кетіретін құрылғы болу керек. Ал екінші вертикальды пышақтың жан-жақтары мөлдір экранмен қоршалуы керек, қолды кесіп кетпеу мақсатында. Және келесі таспалы дискілі пішу машинасының екі жағында да осындай сақтандырғыш орнатылуы керек. Ылғалды жылу өңдеу жабдықтарына қойылатын қауіпсіздік талаптары. Ылғалды жылу өңдеу жабдықтары сіз білетіндей бұл үтіктер, пресстер, бұл ауалы манекендер. Мысалы, үтіктің тұтқасы тоқты нашар өткізетін материалдан дайындалу керек. Ағаштан, пластиктен, резеңкеден болуы мүмкін. Және де температураны автоматты түрде реттейтін реттегіш болу керек. Пресстерде температураны қысымды автоматты түрде реттейтін реттегіш болу керек. Ыстық үтікті қоятын осындай температураға төзімді резеңке кілемше болу керек. Ал енді сіздер тігін цехының жабдықтарына қойылатын қауіпсіздік талаптарымен таныстыңыздар. Енді сіздермен бірге жаттығу орындаймыз. Жаттығу орындамас бұрын техникалық қауіпсіздік ережелерін тыңдап алыңыздар. Тігін цехындағы қауіпсіздік ережелерді
барлық студенттердің сақтауы міндетті. Техникалық қауіпсіздік ережелері. Тігін машинасымен жұмыс істеу кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережелері. Тігін машинасымен жұмыс істеуде бізде қауіпті фактор қолдың жарақаты, көздің жарақаты, электр тоғымен зақымдану. Жұмыс басталмас бұрын тігін машинасының дұрыс жұмыс істеп тұруын тексеру керек. Бау мен шанышқының бүтіндігін тексеру керек. Жұмыс уақытында ине тесік кетпес үшін қол саусақтарын табанға жақындамау, табанынан ұстамау керек. Ал қозғалатын бөлшектерге жұмыс кезінде жақындамау қажет. Авариялық жағдайда машинаны сөндіріп, өндірістік оқыту шеберін шақыру керек. Жұмыс аяқталғаннан кейін машинаны сөндіру керек. Келесі бізде қайшымен жұмыс істеу кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережелері. Қауіпті фактор қайшымен жұмыс істеу кезінде зақымдану. Жұмыс басталмас бұрын қайшының дұрыс жұмыс істеп тұруын тексеру керек. Жұмыс уақытында қайшыны белгілі бөлінген жерде сақтау керек. Бір-біріне қайшыны берген кезде тұтқамен алға қарай беру керек. Авариялық жағдайда қайшыны жұмыс істеуін тоқтату керек және өндірістік оқыту шеберін шақыру қажет. Жұмыс аяқталғаннан кейін қайшыны белгіленген орында сақтау керек. Үтікпен жұмыс істеу кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережелері. Үтікпен жұмыс істеуде қауіпті фактор қол киігі, электр тоғымен зақымдану, өрттің пайда болуы. Жұмыс басталар алдында үтіктің дұрыс жұмыс істеп тұруын тексеру керек. Жұмыс уақытында үтікті тек құрғақ қолмен қосу керек және сөндіру керек. Жұмыс кезінде үтіктің ыстық табаны бауларға тиіп қалмау қажет. Күйіп қалмас үшін үтіктің ыстық металл бөліктеріне тиіспеу керек және матаны қатты ылғалдамау қажет. Өртті болдырмас үшін желіге қосылған үтікті қараусыз қалдырмау керек. Авариялық жағдайда үтікті сөндіріп, өндірістік оқыту шеберін шақыру қажет. Жұмыс аяқталғаннан кейін үтікті желіден өшіру керек. Ал енді техникалық қауіпсіздік ережелерімен сіздер таныстыңыздар. Енді видео бейнедегі кокетканы өңдеу жаттығуын орындаймыз. Техникалық шарттарды сақтай отырып және де технологиялық картаны пайдаланып кокетканы өңдеу жаттығуын орындаймыз. Сіздердің назарларыңызда сырып тігетін өндірістік машина. Машинаны мен ақ түспен, ақшыл түс жіппен сабақтадым. Орындайтын жұмысымыз қызыл түсті, бірақ машинаны ақшыл түспен сабақтадым. Сіздерге тіккен кезде жұмыстың тігісі анық көріну үшін. Бізде сырып тігетін машинада жоғарғы жіп бейнеге сабақталған. Мына жақта бізде жіп тартқыштарды қоршап тұратын осындай қапсырма орнатылған скоба. Табаны бізде сақтандырғыш бар. Инеден қолды инемен тесіп кетпеу мақсатында осындай сақтандырғыштар бар. Және де педаліміз резеңке кілемшемен жабдықталған. Банттық қатпары бар кокетканы жаттығу түрінде орындаймыз біз. Мына жерде технологиялық картамыз бар. Осы технологиялық картаға қарап жұмысты орындаймыз. Мына жақта бізде кокеткамыз және негізгі бөлігіміз. Негізгі бөлікте қатпарлардың бағдарымен, стрелкамен көрсетілген бағыты бар. Осылай бүктеп, екі жағынан банттық қатпарды біз алдын ала негізгі бөлікте өңдеп аламыз. Кокетканы және де негізгі бөлікті өн бетімен беттестіріп, мына жақта ортасын тауып, туралап, 10 миллиметрмен 1 сантиметрмен қосып көктейміз.
көктеуді аяқтағаннан кейін мына жақтағы булавканы біз түйреуішті алып тастаймыз. Екен тіккен кезде түйреуіштің үстімен машиналық тігісті жүргізуге болмайды. Түйреуіш сынып жарақат алуымыз мүмкін. Ал енді тігуді қазір бастаймыз. Тіккен кезде машиналық тігісті көктеу тігісінің сыртынан 1 мм қашықтықта жүргіземіз. Тігістің басында және соңында бекітпе болу керек. Бізде бекітпенің ұзындығы 0,07 см. 3 ине шаншымдай машинаның. Sonunda da bekітпе береміз. Түйреуіш жіптерін алып тастаймыз. Сөйтіп әр жағынан сөткішпен тартып. Торлап алар алдында матаның қиығында тігіс сапасын тексеріп аламыз. Тігісті тегістейміз біз үтікпен. Бірінші тігістің қосымшасын жай ғана былай басып үтіктеп аламыз. Үтіктегеннен кейін, кепкеннен кейін біз тігіс қосымшасын кокетка жағына қарай үтіктейміз. Мына жақта бізде осындай проутяженікпен басып тігіс қосымшасын кокеткаға жатқызып үтіктейміз. Өткізгеннен кейін біз кокетка бойынша тігістен 1-2 мм қашықтықта машинамен әрлеуші тігістерін жүргізу керекпіз. Оны жүргізуден бұрын біз қол тігістермен осы тігістен 3 мм қашықтықта көктеу тігістерін жүргіземіз. Қолмен бірінші көктеп аламыз. Көктегеннен кейін машинамен біз кокетка бойынша қосымшаны кокеткаға тігістен 1 мм, 2 мм қашықтықта бастырып тігеміз. Тігістің басында және соңында бекітпе береміз.
тегеректерін сөгіп алып тастаймыз. Сапасын тексереміз. Әрлеуіш тігістерінің басында және соңында бекітпе болу керек. Ұзындығы 0,7 см. Әрлеуіш тігістері ірі тігіспен орындалады. Мен 3,5-ға қойдым ине шанышым ұзындығын. Тігіс қосымшасы кокетка жағына қарай үтіктелу керек. Ылғалдығы жылуық өңдеу жұмыстары сапалы орындалу керек. Әрлеуіш тігіс қосып тігу тігісінен 1-2 мм қашықтықта орындалу қажет. Үй тапсырмасы кокетканы өңдеу жаттығуын орындап, видео бейнеге түсіру және де келесі сұрақтарға жауап беру керек. Ылғалдық жылуық өңдеу жабдықтарының қауіпті аймақтары, тігін машинасының қауіпті аймақтары, тігін цехындағы қауіпті факторлар және келесі суретте, осы суретте қай суреттерде техникалық қауіпсіздік ережелері сақталмаған, соны түсіндіріп айтып берсеңіздер. 4 сурет көрсетілген. Осы суреттердің қайсысында техникалық қауіпсіздік ережелері сақталмаған және не үшін сақталмаған, соны түсіндіріп видео бейнеде маған айтып берсеңіздер. Ал енді бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге оқуда сәттілік тілеймін.